Сәлеметсіздер ме оқырмандарым. Бүгін біз үй жағдайында пицца жасаймыз. Оған керегі бізге 2 жұмыртқаны салып аламыз табағымызға. Одан кейін 1 чайный ложка тұз, 2 чайный ложка құмшекер саламыз. Одан кейін 1 кесе айран, тамақ ішетін ас кесе. Кесе дегенде пиала емес, менде үлкен тамақ ішетін кесемен құйдым. Кейін чайный ложкамен ұшымен ас содасын саламыз. Кейін жақсылап араластырып аламыз. Құмшекері мен тұзды езілгенше жақсылап араластырып. Кейін ұн салып, кішкене жартылай ұн салып, андай жақсылап араластырып аламыз. Оны біріккенше араластырып. Одан кейін қолдың көмегімен ары қарай иілеп кетеміз. Осылай жұмсақ қамыр шығу керек. Қаншалықты жұмсақ болса, қамырларыңыз, пиццаларыңыз жұмсақ болып піседі. Кейін 20 минутқа тұндырып қоямыз қамырымызды. Менде осы қамырдан 2 пицца дайын болды. Кейін мен алдын ала осылай майонез бен кетчупты кесеге осылай араластырып дайындап алам. Мына 2 пиццамыздың қамырын жайып дайындап қойдым. Оған осылай жаңа дайындап қойған майонез бен кетчупты жағып аламыз. Екеуіне теңдей бөліп жағып алдым. Осылай үй жағдайында балдарыңызға пицца жасап берсеңіздер өте тойымды әрі тиімді, бағасы да балдарыңызға өте ұнайды. Мен үнемі балдарыма осылай үй жағдайында пицца жасап беремін. Мен тек үйде колбасамен жасап берем балдарыма. Өздеріңіз қалауларыңызша фаршпен, помидор араластырып, солай жасасаңыздар да болады. Бізде үйде тек балдар колбасамен жегеннен кейін үнемі колбасамен жасаймыз. Мен колбасам Нәрлен колбасасы. Осылай духовкаға салып пісіріп аламыз. Пісіріп алып шыққан кезім. Содан кейін ыстықтай тұрған кезінде осылай теркадан өткізілген сырымызды салып, қайталап духовкаға салып аламыз. 5 минутқа сыр ерігенше. Қазір дайын болды пиццамыз. Өте жұмсақ, тойымды пицца. Ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.